Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін 28 желтоқсан. Бүгін бізге жаңа жыл, және де менің інімнің бүгін туған күні. Мен қазір сағат 12:30 болды. Мен үйді жинап қазір болдым. Бүгін сабаққа барған жоқпын. Өйткені сабақ болмайтын да шығар деп ойладым, сол себепті сабаққа да барған жоқпын. Енді қазір мен қазір шашымды еш нәрсем дайын емес, сол себепті қазір мен шашымды сәндейтін боламын. Мінекей, мына інімнің бүгін туған күні, есімі Бағдәулет болады. Өлі 2003 кетті. Достар, мен шашым дайын. Уже вот. Что с тобой? Ничего. Просто сейчас идет... Это прекрасная жизнь, правда? По какому каналу? Мен көбінесе өз шашымды өзім істеймін. Өйткені мен өзімнің қолымнан келетін болғаннан кейін өзім істегенді жақсы көремін. Қазір енді боянатын боламыз. Әлі боянған жоқпын мен. Достар, менің мейкабым дайын. Мінекей қасым формасын келтіріп, және де көзіме теңдер жақтым. Туш, әрине. Мен матовый помада вообще жақпаймын, қалам деген сияқты. Мен тек қана өзімнің ернім сияқты розовый помадаларды жаққанды жақсы көремін. Өйткені білмеймін, енді қызыл помада бұрын жақсы көретін, қазір енді жақсы көрмеймін. Өйткені менің өзім ернім сияқты болып тұрғанын қалаймын. Вот. Ойбай, кешіріңіздер, бұл жайты шашылып отыр. Вот осы және де мына еріме хайлайтер жақтым. Вот. Мына жерге де, мына жерге де. Сосын сіздерге бір құпия айтайын. Негізі қас әдемі болу үшін формасын жасағаннан кейін астына тональный крем бар ғой, соны жағыңыздар, және де оның үстіне мындай аппақ жақсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Сәнін кіргізеді деп айтсам болады. Мен уже үйден шығып кеттім. Киімімді киіп, уже мектепке бара жатырмын. Қазір 5 минут мектепте боламын. Жердің бәрі балшық әрін демен келдім ғой мектепке. Дубай, на-на-на-на-на. Мінекей мынандай сырға тақып келедім. Ұзын сырға. Ауыр болып көрінеді, бірақ жеп жеңіл.
Sağlarına bir olgun talapların Ödül ben bölümde көрсөтөрдө қалмаз ешқашанда қанаттарың. Мінеки Мінеки Аязда мен Ақшақар сыйлық сыйлауда 2019 жылдың сыйлығын әрине. Біз сіздерге бір жақсы ой айтайын. Бізде былтырдан бері осылай қонжықтар және де 11 сыныпқа бөлек өзімізге естелік болып қалсын деп Аязданың қоржынына өзімізге арналған неше түрлі сыйлықтарды саламын. Және де оның ішінде өзіміздікі де бар. Бізге бөлек біз Қазақстан шоколадын салған болатынбыз. Егер де алматы көпір саммитінде сол жеңімпаз.
degan bo'lyapmiz 28-желтоқсан kuni. Endi barimiz hozir silg'itlarimizni dayandab qo'ydik. Hozir bir-birimizga silg'itlayotgan bo'lamiz. O'ldanaga Nazira siladi. Nazira endi o'qishga o'ra kelgan yo'q, biroq silg'im qadar ketdi. Qanday Al. Привет. Belki o'sha kerak привет. To'snildan привет. Barimiz silg'itni dayandab qo'ydik.
Қазір Бакуйдың таңымен құттаймыз. Қазір біздің үйде қонақтар бар. Мама, все уже это шкирина искренне. Кішкентайымыз ғой. Сонымен айтпадыңдар деп толып жатырмыз десем. 9 жарымға толып жатырмыз ғой. Әлі уақыт болған жоқ қой деймін. Назира мен жасты кім? Назира 9-ға толды ғой. Ол январда толады 10-ға. Кім? Ай, Назира ше. Назира қазір 9-да емес па? 9-ға тола ма, 10-ға тола ма? Келесі жылы январдың 28-гі 10-ға толады. Осы январдың 28-інде 9-ға толады, е? 10-ға толады деймін. Назира. 10-ға тола ма? 10-ға толады. Өз немереңізді қанша болған? Ya karayı kaybetti. Шағыш. Şapış mı? бүгін бізде елка сағат 9-ға дейін болды. Бұл жаңа жыл 9-ға дейін болған. Бізде 2 жыл бұрын болған болатын 9-ға дейін. Солардың жолын жалғадық. 9-ға дейін қалды вечерді. Bak bir rasa çıkacak. А берген жерге. Bak bir rasa otur. Ал, туылған күні құтты болсын. Денің сау болсын. Дәу жігіт жарайды ма? Сабағың 5-пен 4 болсын. Yo, ben Қаншаға okumaya тойдың? gidiyorum. 10-ға ма? 13-ке той, 13-ке отар ешін. Ал әне бол, давай, 1, 2, 3. Жанбағымызы болды екен. Жан үшеді ғой? Ya cezden otursun taktamıyor. Жоқ, жанған жоқ. Sırt sırt. Туылған күнде 10 рет құлақтан шертеді. Bak bir şey böyle vurur. Ha, bunda komşağa vermiyor.